атамның ізімен ерген 30 жылдық педагогикалық тәжірибесі бар Бауыржан Момышұлы атындағы орта мектебінде үздіксіз қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен сабақ беріп жатқан Судьянова Айнаш Әлиямқызы. Мен өмірге алу үшін емес, беру үшін келген деймін. Өйткені өзімнің алдыңғы буыннан алған білімді, тәрбиені, ұлттық құндылықты қазіргі таңда жас буынға бойларына сіңіріп отырмын. Сонымен қатар жастарға елін сүюге, туған жерін қадірлеуге, үлкендерді қастерлеуге, сыйлауға үйретіп те жатырмын. Мен бақытты анамын, ұстазбын. Өйткені мен өз миссиямды өмірде тапқан адаммын. Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы мектептің жүрегі мұғалім дейді. Ал ұстаздың жаны не? Ол әрине менің алдымдағы оқушылардың сапалы білім алып, менің алдымнан қалыптасып, мықты азамат болып, үлкен өмірде өз орнын табуы. Осы мақсатта мен талмай, өзімнің шамам келгенше еңбектеніп, ақырын жүріп, анық басып келе жатқан қарапайым ғана еңбек адамымын. Енді ұлы хакім Абайдың толық іліміне қатысты айтар болсақ, бұл кісі өзінің шығармаларында толық адам ілімін 3 қасиетке жинақтайды. Бұл нұрлы ақыл, жылы жүрек, ыстық қайрат. Мына сайыс TEDx форматында болғандықтан мен өз жұмысымды жоба ретінде әкеліп отырмын. Оны сіздерге қазір виртуалды көрме ретінде ұсынбақпын. Бұл жаңағы қасиет, осы айтылған қасиет, әр адамның бойында адамгершілікті өз бойына сіңірген оқушының барлығында болу керек. Бұл қасиеттің ішіне талапшылдық, еңбекшілдік, рақымшылық, ар-ұят, адамның бойындағы мақсатшылдық, талпыныс, білімге деген ұмтылыс болсын, бәрі осы 3 қасиеттің көлемінде жүзеге асады. Мен нұрлы ақыл бағыты бойынша көбінесе 5-7 сыныпта жұмыс істеймін. Өйткені біздің алдымызға келген осы жастағы балалар өздерінің жас ерекшелігіне байланысты шығармалармен, Абайдың жаңағы толық іліміне қатысты шығармалармен бастау алып сол жерде сусындайды. Әрине, бұл жастағы балалар өздеріңіз білесіздер, барлық нәрсені қабылдайды. Сондықтан мен ол балаларға ойын түрінде ойната отырып, ойлата отырып, қазіргі кездегі ақпараттық технологияларды түрлендіріп, әдіс тәсілдерін түр-түрін пайдалана отырып, өз жұмысымда қайтсе де Абайдың өлеңдерін санасына сіңіруге тырысамын. Келесі бағыт жылы жүрек. Бұл бағытта мен көбінесе 8-10 сынып бойынша жұмыс жасаймын. Сабақ барысында бұл жерде бізге көбінесе Абай жолы романынан үзінділер береді. Сол үзінділердің бойынша мен олардың ұлттық болмысқа жоғалтпау үшін қандай жұмыс жасау керектігін іріктей отырып, балаларды жетелеуші сұрақтар арқылы сол үзіндінің ішінен ұлттық болмысқа қажетті дүниелерді өздері тауып, содан бір сабақ алатындай, идеядан керемет бір үлгі алатындай қылып, жұмыстың түрлерін жасауға тырысамын. Бір ғана мысал келтірейін, Абайдың кішкентай кезінде жаңағы Семейдегі оқуынан оралған кезде үйін сағынып келген Абай алдымен анасына қарай жүгіріп келе жатқан кезде анасы тоқтатып, балам, артыңда әкең тұр, алдымен әкеңе амандас деген кезде, міне осы жерде қазақтың отбасындағы құндылық, одан кейін әкенің рөлінің басым екендігі айқын көрінеді. Осы нәрсені мен өзім емес, балаға жетелей отырып соны шығартып, содан кейін содан қайткен күнде де өз өміріне сол нәрсені іліп алып кететіндей қадамды жасаймын. Осындай кішкентай қадамдардан
менің абайдың толық адам іліміне қосқан үлесім осы деп білемін. Енді ыстық қайрат бағыты бойынша бұл жерде менің алдымда әрине 10-11 сынып оқушылары. Осы бөлім бойынша мен жұмыс жасап жатырмын. Бұл балалар бұғанға дейін абайдың шығармашылығымен, өмірімен, жүрген жолымен түгел танысып, алдыма енді ой қорытатын бала болып келгендіктен, мен енді оларды мына үлкен өмірге аттандырар тұста өздерінің азаматтық болмысын жоғалтпас үшін, өмірде шатаспас үшін дұрыс жол көрсетуім керек. Сонда мен үнемі абайдың нақыл сөздерін оларға ұсынамын. Әр сабақтың алдында нақыл сөзді ұсына отырып өздеріне тыңдатамын. Мысалы, өзін тәрбиелей білмеген өзгеге өнеге көрсете алмайды. Әрине, әрбір ұстаз мектепке келген кезде өзіндегі барды беруге келеді. Бала ұстаздың жаңағы адами келбеті, оның жүріс-тұрысы, оның интеллектісі, оның сөйлеген сөзі, оның тіпті дауысы осы балаға таптырмас құндылық. Бізден көп үлгі алады. Сондықтан біз алдымен өзімізді тәрбиелей білуіміз керек шығар деп ойлаймын. Хақ сөзді бала айтса да тоқтамақ керек. Мен осы сөзді қатты ұнатамын. Өйткені қазіргі таңда мына ақпараттық технология дамыған заманда баланың да айтары бар. Олардан да мен көптеген идеяны, көптеген креативті дүниені үйренемін. Ал енді сол үйренген нәрсемді жаңа туысымға солардың айтқанымен кейде жұмыс жасаған кезде мен ол балалармен бір толқында жұмыс жасай аламын деген ойдамын. Келесі, жүректі қозғайтын жастықтың оты. Иә, жас адамда өте энергия болып болады. Жас адам деген бәріне қабілетті болып тұрады. Жас адам деген өзге ойлаған жұмыстың барлығын іске асырғыш болады. Сонда ол менің алдымдағы түлекке, 21-ші ғасырдың түлегіне мен көзіне жайнап тұрған отты осы абайдың мотивациялық сөзі арқылы беруге тырысамын. Негізі осындай ізденіп жасалған жұмыс, ыстық ықыласпен, шынайы махаббатпен жасалған жұмыс түптің түбінде мен ойлаймын нәтиже береді деп. Жалпы қазіргі заман өте тез дамып жатқан білеміз барлығымызда. Күнделікті сол сапалы алған білімді олар мына тез дамып жатқан өмірге бейімделу керек. Өздері сол алған білімді қолдана білу керек. Одан кейін өздерін мына өмірде жоғалтып алмау керек. Сондықтан әрдайым абайдың нақыл сөздерін мен айтып отыруға тырысамын. Мына жерде енді өзімнің соңғы 10 жыл көлемінде бітіріп кеткен түлектерімді қойдым. Өйткені өмірден олар да өз орнын тапқан адамдар. Ішінде жігіттердің көбі талай бұзықтық жасап, талай еркелікті жасаған болатын, бірақ та қазір өз орындарын тауып жақсы азамат болып отыр. Мысалы, Самбаев Жасұлан қазіргі таңда төтенше жағдай министрлігінде Үржар аудандық бастығының орынбасары болып отыр. Содан кейін мына жерде Ткаличева Алинаны айтқым келеді. Бұл бала таза қазақ тілінде Астана арнасында журналист болып қазір хабар жүргізіп жүр. Шын танып, терең бойлаған адамға абайдың толық адам туралы ілімі ешқашан ескірмейді. Қайта заманның талабына сай қайта зерделенуі және бүгінгі ұрпаққа насихатталып түсіндірілуі қажет деп білемін. Әрине, ұстаз ол қоғамда да ұлттың тәрбиешісі. Қазіргі таңда біз қолдасақ та, қолдамасақ та әлеуметтік желісіз өмір сүре алмаймыз. Сол әлеуметтік желіде де мен тәрбие құралын ол жерде де кейде азаматтарды тәрбиелеуге тырысамын. Қазақтың мықты қыздары Роман Жүсіппен Баян Есентайдан шыққан күндері
адамдар нені жүрген деп маған қызық болды. Соған комментарийді қарадым. Соған жерде маған бір комментарий өте дөрекі сияқты көрінді, өрескен сияқты. Сол кісіге жауап бергім келді. Біреудің білім көргенше, жамандығын тергенше, өз ойымды мазалап, өз ойымды тазалап, өзіммен алысып өлгенше. Яғни жаңағы төрекі комментарийға мен өзімнің пікірімді бердім. Рахмет назарларыңызға.